Сәлем, сіздермен мен Жұлдыз. Бүгінгі тағайындайтын тағамыз шарлотка деп аталады. Дәмі тіл үйіретін 20 минутта дайын болады. Оған керекті құрам: шекер, разрыхитель, 4 жұмыртқа, ерітілген май және алма. Ол үшін 4 жұмыртқамызды салып, миксермен миксерлеп шығамыз. Біртіндеп шекерін саламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Енді ысытылған суық майымызды қоямыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызға разрыхителімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді массамызға біртіндеп салып миксерлейміз. Енді бана алманы аламыз. Сыртын қабығын ашып, ішін керемешеден алып тастап, жіңішке қылып турап шығамыз. Мендегі форма 22 сантиметрлік. Оған пергамент қағазын салып дайындап қоямыз. Массамызға алмамызды салып, жақсылап араластырамыз. Формамызға массамызды құямыз. Үстіне банаға жіңішкелеп турап шыққан алмамызды салып шығамыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, қыздар. Дайын болды, қыздар. Енді оны пешке бассақ болады. Пешімізде 15-20 минутта пісіп шығады. Міне, қыздар, пісіп шықты пирогымыз. Енді суытылғанша күтеміз. Содан кейін бар сахарный пудрамызды себелеп шығамыз. Енді кесіп от басыңызға ұсынсаңыз болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Аузыңызға салсаңыз еріп кетеді тіпті. Қыздар, өкінбейсіздер. Дайындап көріңіздер, от басыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.